Сәлеметсіздер ме? Эфирде жаңалықтар. Сіздермен бірге Аяулым Құлжанова. Бүгінгі шығарылымда Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 29 жыл. Бостандықтың таңын біздің ұрпақтарымыз көреді деп алаш көшбасшылары армандаған болатын. Тәуелсіздік үшін күрескен желтоқсандықтар 1986 жылғы желтоқсан куәгерлердің көзімен. Аймақтағы алғашқы жоғары оқу орны, филология және педагогика факультетінің тарихы. Университетте Еркеш Ибрахимнің шығармашылығын сүйетіндер. Мемлекеттің тәуелсіздігі бұл ерекше құндылық. Оны бағалай білу және ол өз тарихымызды білуді, оған қалай қол жеткізгенімізді білуді талап етеді. Біз және болашақ ұрпақ, ата-бабаларымыздың ұлы істерін жалғастырушысы екендігімізді Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті, елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өз сөздерінде бірнеше рет атап өтті. Тәуелсіздікке қол жеткізуде 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басында Қазақстанның шығармашылық және ғылыми интеллигенциясы үлкен рөл атқарды. Сол кездегі қазақ зияларының өкілдері Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Халел Досмұхамедов, Смағұл Садуақасов және Алаш бірінші саяси партиясының басқа да қатысушылары қазақ аумағының тұтастығын қамтамасыз ету, тәуелсіз қазақ мемлекетінің құру үшін қолдан келгеннің бәрін жасады. Қазіргі заманғы мемлекеттілік идеясының бастауы осы Алашорда, Алаш идеясында жатыр. Алаш деген сөздің өзі құрама деген сөз. Құрама жұрт бір ордаға, бір орталыққа бағынып, осы заманғы жұртқа айналды. Сондықтан әуелгі кездегі Алаш идеясына жаңа өн, жаңа мән берді. Оған былайша айтқан уақытта өзіндік жаңа қазақы мемлекеттік, қазақшылық мемлекеттік дәстүрді жаңа ресейлік транзит мәдениет арқылы батыстық мемлекеттік институттардың жаңағы негіздерін ала отырып, жаңа заманғы қазақ мемлекеттілігінің идеяларының негізін қадау-қадау қадап тастады деп айтуымызға болады. Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, бұлардың бір-біреуі үлкен-үлкен тұлғалар, бір-біреуі бір мемлекетке тұтқа болатын, бір-біреуі бір мемлекетті басқара алатын сол заманның алдыңғы қатарлы өкілдері еді. Алаш автономиясының құрылуы кейін одақтық республика болып қайта құрылған, өз кезегінде тәуелсіздік алып, қазір Қазақстан Республикасы деп аталатын Қазақ СССР-ның құрылуын алдын ала анықтады. Осы ұлттық тұтастық концепциясының негізін қалаған Алаш қайраткерлерінің ортасында ойы орын алатын ерекшесі ол Ахмет Байтұрсынов. Қазақ тіл білімінің негізін қалаған ахаң. Осындағы күні бүгінге шектен біздің қазақ тілі пәнде қолданып жүрген атау сөздер, пән сөздердің барлығы Ахметтің, ахаңның айтуымен, сол кісінің қолданысымен, сол кісінің ғылыми айналымымен іске асқан. Екіншіден, ахаң әдебиеттанудың негізін салған адам. Оған бірден бір дәлел нәрсе 1926 жылы жазылған ахаңның әдебиет танытқыш дейтін еңбегі. Ең алғаш рет ахаң қазақ әдебиетінің теориясының негізін қалаған, қазақ әдебиетінің жанрлық жүйесін ғылыми тұрғыдан саралап, екшеп, жүйелеген адам. Осы арқылы қазақ әдебиетінің жалпы ұлттық болмысын, қазақ әдебиетінің өзіндік табиғатын танып білуге деген құлшынысты оятып қойған жоқ. Бұл осы арқылы қазақ әдебиет тану ғылымының, қазақ әдебиет теориясының негізін қалады. Бостандықтың таңын біздің ұрпақтарымыз көреді деп алаш көшбасшылары армандаған болатын. Бүгін тәуелсіздік жағдайында ұлттық бостандық, ұлттық рухтың салдары. Ал ұлттық рух, ұлттық еркіндік пен тәуелсіздік болған жағдайда өсіп, өз жемісін береді деген Мұстафа Шоқайдың даналық сөздері ерекше мәнге ие. Ең алғашқы мұратымыз қазақтың тілі, қазақтың жері, яғни қазақтың дербес мемлекет болуы. Осы бүгінгі күніміздің арманы болды. Сонымен 16 желтоқсан бұл біздің тарихымыздағы тәуелсіз Қазақстанның тарихындағы ерекше мереке болып табылады, ерекше атаулы күн болып табылады. Тәуелсіздікті жақындатуына
үлес қосқан 300-ге жуық көтерілісті басқарған азаматтарымызды ұмытпау керекпіз. Бұл тізімді айта берсек өте зор, тізім өте үлкен. Ал алашқа 20 ғасырдың басындағы алаш қайраткерлері үлкен қайраткерлік пен үлкен барлық өздерінің ынтасымен бірігіп қазақты ұйқыдан оятамыз деп, қазақтың жаңағы жерін сақтап қаламыз деп, уақытты пайдаланып қаламыз деп, осындай жаңағы үлкен іс-әрекет жасайды. Мәселен, Алаш партиясы құрылады. Оның бүкіл қазақтық съезі өткізіледі. Қазақ газеті шығып, қазақ газетінің басында Алаш партиясының негізгі жарғылары, негізгі бағдарламасы жарық көреді. Оның негізгі бірінші пункті деп айтамыз, ең бірінші талабы ол жаңағы Ресейдің құрамында қазақ автономиясын құру. Жалпы Қазақстандағы жаңағы тәуелсіздік дегенде біз тәуелсіздікпен жаңағы параллель аталатын біздің жаңағы елбасымыздың есімімен байланысты, яғни елбасымыздың харизмасына, елбасымыздың стратегиясы мен тактикасына байланысты Қазақстан бүгінгі әлемде өзін танытқан, әлем мойындатқан, ішкі саясатында да, сыртқы саясатында да әлем мойындатқан, бірегей қазақстандық жол деп аталып жүрген Қазақстан өзіндік мемлекетті құрып отыр қазіргі жағдайда. Шетелдік журналистердің жазғанында осы жаңағы 130-дан астам ұлттың басын біріктіріп, тату-тәтті ішкі саясатты жүргізген елбасы, елбасының арқасында 2010 жылы посткеңестік елдердің арасында ең бірінші болып жаңағы Қазақстанға үлкен ОБСЕ дейміз, Организация безопасности и сотрудничества Европы дейміз, Европада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы болды 2010 жылы. Бұның өзі үлкен саяси додада мойындалу болып табылады біздің мемлекетіміздің. 2017 жылы өтпелі экспо көрмесі өткізілді. Бұның өзі де жаңағы мемлекетіміздің экономикалық, әлеуметтік мойындалу болып табылады. Өйткені мемлекеттердің жаңағы экономикалық жағдайы, мемлекеттердің жаңағы әл-ауқаты жақсы болған жағдайда, саяси тұрақтылығы болған жағдайда осындай әлемдік жауапкершілігі мол іс-шараларды өткізуге мүмкіндік, рұқсат берілетін бәрімізге мәлім. Алаш зиялыларының басында тұрған идеялар жер аумағымызды сақтау, тарихи, ұлттық сана-сезімді, мәдениетті, тіл мен дәстүрді сақтау болған. Бүгінде Қазақстан тарихын зерделеу, оның ұлттық кодын, тілі мен мәдениетін сақтау аясында білім беру саласы қазақ интеллигенциясы өкілдерінің мұрасын зерттеуге бар күшін салуда. Бүгінгі күні қазақ зиялыларының идеяларының арқасында еліміз өз тәуелсіздігін сақтап, тілін, мәдениетін, дәстүрін сақтауға мүмкіндік алды. Біздің елімізде 130-дан астам этнос өкілдері бейбіт өмір сүруде. Біздің мемлекетіміз үшін бұл баға жетпес құндылық, үлкен жетістік. Әрбір халықтың өркендеуі, дамуы, өзін-өзі жетілдіру үшін барлық мүмкіндіктер бар. 1991 жылдың желтоқсаны КСРО-ның ыдырау жылы болды. Бір кездері Кеңестік социалистік республика одағының құрамына кірген елдер бөлініп, егемендік ала бастады. Олардың қатарында Қазақстан да болды. Ал бірнеше жыл бұрын, 1986 жылы 16 желтоқсанда ел жастары кеңес жүйесінің әрекеттеріне қарсы жалпы халықтық наразылық білдіріп, Алматыдағы орталық алаңға шықты. Енді желтоқсан бұл не алып келді бізге? Желтоқсан бұл барлығымызға қазақ еліне бостандық алып келді. Өйткені тәуелсіздіктің ең алғашқы мына кеңес одағының төңірегінде ең алғашқы осы жаңағы коммунистердің идеология саясатына сәйкес ең алғашқы көтеріліс осы болды деп есептейді. Сондықтан да мынау келе жатқан мемлекетіміздің тәуелсіздігі тұғырлы болсын, берік болсын, іргеміз мықты болсын, қазақ халқына, алаш жұртына әрқашанда еңселеріңіз биік, қуанышты күндерде қауышқанша тілек тілеймін. 1986 жылы Абай атында көркем сурет графика факультетінде оқып жүрген болатынмын. Сол желтоқсан айында 17-сі күні біз сабақтан шыққан болатынбыз. Сабақтан шығып, сол кезде сол бізде жастардың арасында сөз бола бастады. Кеше бізде Қазақстан Республикасының орталық комитетінің пленумы болған, пленумда Қонаевты орнынан алып тастады деп. Сонымен бірге қазір жастар сол отырыстағы шешімге келіспей шеруге шығып жүр деген. Сол шеруді қолдаймыз ба деп біз сондай талқылап тұрғанбыз. Бізде соған қосылып сол жастармен ойнап күліп кете бердік. Біздің ойымыз сол тек өзіміздің сол немізді жаңағы талап тілектерімізді үкіметке жеткізсек деп. Алаңға қарай келдік. Алаңға келген кезде алаңда да милициялар шеп түзеп тұр екен, бізді кіргізбеуге тырысты. Бірақ енді біз көп болғаннан кейін бұзып жарып кірдік. Алаңға бардық, мінбердің алдында тұрдық.
талап тілектерімізді айттық. Бұл 17 күні батқан оқиға. Енді не деймін еліме? Тәуелсіздік әрқашанда еліміздің аңсаған арманы болған. Оны Абылай хан да, басқа елімізді әрқашанда біздің аңсап келген тәуелсіздік. Тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын, әрқашанда биікте болсын. Қазақстан алға деймін. Қазақстан жастар әрқашанда мен деген патриот болыңыздар. 1991 жылғы 16 желтоқсан Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін жариялаған күн. Бұл күн әлемнің саяси картасында алғаш рет пайда болған жаңа елдің тарихын есептеудің басы болды. Нұрсұлтан Назарбаевтың сарабдал саясатының арқасында бір кездері шеткері одақтас республика болған Қазақстанның бұл күндері орталық Азияның танымал көшбасшы, қарқынды дамып келе жатқан елге айналарын ешкім де болжаған емес. 16 желтоқсан Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні. Халқымыздың ғасырлар бойы, мыңдаған жылдар бойы, жүздеген жылдар бойы аңсаған арманы, мақсаты, үміті орындалып, бірінші рет дүниежүзінің картасында жаһандық мемлекеттердің ортасына Қазақстан деген жаңа мемлекет пайда болды. Бұл ата-бабамыздың шын мәніндегі үлкен арманы еді. Тарихқа көз жүгіртетін болсақ, сонау Керей мен Жәнібек заманында алғашқы қазақ хандығы құрылып, өзінің сайын даладағы егемендігін, тәуелсіздігін жариялап, ел болып, жұрт болып, халық болып, ұлт болып қалыптасу жолындағы үлкен тарихтың бетін ашқан болатын. Содан бері Абылай заманы болсын, Тәуке хан заманы болсын, одан кейінгі алаштық арыстардың армандары болсын, осы қазақ халқының жеке мемлекет болып, жеке егеменді ел болуын көкседі. Өкінішке орай 3 ғасырдай Ресей империясының отаршылдығында болдық. Одан кейін тарихымыз кеңес мемлекетімен бірге үндес болып жатты. Соған қарамастан осы жылдар бойы қазақ халқының, алашымыздың асыл ұлдары осы күнді аңсады. Олар Әлихан Бөкейхановтар, Міржақып Дулатов, Ахмет Байтұрсыновтар. Олар кешегі өткен Сәкен, Бейімбет, Ілиястар. Олар кешегі тарихымыз жазған Бекмахановтар. Олар Мұхтарлар. Одан кейінгі кешегі 1986 жылы көшеге шыққан біздің ұл қыздарымыз, студенттеріміз, желтоқсаншылар. Осы үлкен арман осыдан 29 жыл бұрын орындалып, қазақ мемлекеті шын мәнінде өзінің жанкештілігін көрсете білді. Қазіргі уақытта республикамыз өзіне тән шекарасы бар, ішкі сыртқы саясаты бар, өзінің мәдени, қоғамдық, салықтық саясаты жүйесі бар, өзінің жеке әскері бар, халықаралық ұйымдардың мүшесі ретінде танымал мемлекет. Ол әрине бірінші президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың есімімен көп байланысты. Өйткені сонау 91 жылдан бастап алғашқы қадамдар, яғни ата заңымызды қабылдау, мемлекеттік валютамызды қабылдау, біріккен ұлттар ұйымына мүше болу, одан кейін барып сырттағы қандастарымызды елге шақыру, президентіміздің жыл сайынғы халыққа деген жолдаулары, халықаралық ұйымдармен тығыз қарым-қатынастағы байланыстары, өтіп жатқан әртүрлі деңгейдегі ірілі-кішілі қоғамдық, саяси, мәдени, халықаралық үлкен іс-шаралар, осылардың бәрі Қазақстанның абыройын, беделін көтеретіні ақиқат. Елордамыз Астананың мінекей пайда болуы, оның бәрі әрине бүгінгі тарих. Көптеген скептиктердің ойларына қарамастан Қазақстан мемлекеті өзінің сыртқы саясатта бейбітшілікке, туысқандыққа,
жақсы достық қарым-қатынасқа ұмтылатын мемлекет екенін көрсете білді. Өзінің атомдық ядролық қарудан өз еркімен бас тартып, бүкіл әлемге паш етті, яғни сыртқы саясатының қандай болатындығын. Бүгінгі күні міне танымал мемлекет болып отырып, біз көршілес Ресей, Қытай, Орта Азия, Парсы жағалауындағы, ислам әлеміндегі Европа мемлекеттерімен, Тынық мұхит ареалындағы, сонау Америка құрама штаттары мемлекеттерімен бәрімен де өте жақсы байланыстамыз. Тәуелсіз мемлекеттер дербестігінің ішінде Қазақстан бірден-бір жалғыз мемлекет, ешқандай елдермен де, мемлекеттермен де, шекара жөнінде болсын, этникалық болсын, басқа да қайшылықтардың жоқ екенін көрсете білді. Өзінің саясатымен әрқашанда дәлелдей білді. Сондықтан да тәуелсіз еліміздің болашағына біз үлкен сеніммен қараймыз. Әсіресе жастар, студенттер, қазақтың интеллигенциясы, зайырлы қауымы осында қиын заманға қарамастан тәуелсіздігіміздің тұғыры биік болғанын, ғұмыры ұзақ болғанын, тәуелсіздігіміздің туы әрқашан желбіреп тұрғанын біз қалаймыз. Шоқан Уәлиханов университетінде еліміздің басты мерекесі Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күніне орай салтанатты іс-шара өтті. Азаттық пен еркіндіктің символына айналған мәдени шараға Нұр Отан партиясы Ақмола облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Ғалым Бекмағамбетов, Ақмола облыстық ішкі саясат басқармасының басшысы Алтынай Әміренова, Ақмола облыстық білім басқармасының басшысы Бейбіт Жүсіпов, Жанайдар Мусин атындағы Қазақ жоғары педагогикалық колледжінің директоры Нұртас Ахатұлы және арнайы шақырылған қонақтар, білім ордасының оқытушы профессорлары қатысты. Тәуелсіздік күніне арналған мәдени шара барысында университет ұстаздарымен жиналған қауымды университет ректоры Марат Сырлыбаев арнайы құттықтап, жүрек жарды жылы лебізін білдірді. Тәуелсіздік қарсаңында көп жылғы қажырлы еңбектерімен университеттің дамуына сүбелі үлес қосқан білім ордасының бірқатар оқытушылары мен қызметкерлері құрмет грамоталармен және алғыс хаттармен марапатталды. Бүгінде өңірімізге, қоғамға, соның ішінде университетімізге еңбегі сіңген, тығыз қарым-қатынаста қызмет етіп жүрген көкшелік азаматтар аз емес. Осыған орай қараша айында университеттің ғылыми кеңесі мәжілісінде арнайы шешім қабылданып, қаламыздағы білім беру саласындағы белгілі тұлғаларға университеттің құрметті профессорлары атағын беру мәселесі нақтыланған болатын. Университеттің құрметті профессорлары қатарына қосылған көкшелік екі азамат, білім ордасының бұрынғы түлектері Ақмола облыстық білім басқармасының басшысы Бейбіт Жүсіпов және Жанайдар Мусин атындағы Қазақ жоғары педагогикалық колледжінің директоры Нұртас Ахатұлына ресми түрде құрметті профессор атағы берілді. Мерекелік шара барысында Нұр Отан партиясы Ақмола облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Ғалым Бекмағамбетов университеттің 6 қызметкеріне Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек атынан алғыс хаттарды. Ақмола облысы әкімінің алғыс хатымен Ақмола облыстық ішкі саясат басқармасының басшысы Алтынай Әміренова 5 ұстазды арнайы құттықтап, өз қолдарымен табыс етті. Сондай-ақ Шоқан Уәлиханов университеті ректоры атынан да білім ордасының 7 оқытушысына құрмет грамотасы, 8 оқытушыға алғыс хаттар табысталып, ерекше құрмет көрсетілді. Елдігіміздің тұмары, ерлігіміздің арқауы болған тәуелсіздік біздің отанымыздың әрбір азамат үшін қасиетті де киелі мереке. Білім ордасы ұжымының ұстаздар қауымына тәуелсіз еліміздің нұрлы болашағы, жас ұрпақ тәрбиелеу жолындағы игі істеріне жеміс тілейміз. 1962 жылы құрылған Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау педагогикалық институты солтүстік аймақтағы көне білім ордасы болып саналады. Тың және тыңайған жерлерді игеру жылдары облыстың ауылдық аудандарының тұрғындары өсті. Жаңа совхоздар құрыла бастады. Жыл сайын жаңа мектептер ашылып, мұғалімдердің жетіспеушілігі туындады. Осы кезде Көкшетау қаласында педагогикалық институтының ашылуы, яғни жоғары оқу орнының құрылуы, өңірдегі жоғары білімнің қалыптасуындағы маңызды кезең болды. Бірінші оқу жылы 1962 жылдың қыркүйегінде басталды. Онда физика, математика және тарих, филология факультеттері ашылды. Сөз ұстаз. Жан сарайы жарқыраған, білімнің ақ бұлағы сарқыраған. Күй толы көкірегі күмбірлеген,
таусылмас ақыл кені алтын адам. Қазақстанның солтүстік өңіріндегі жоғары филологиялық білім 1962 жылдан бастау алады. Көкшетау педагогикалық институты құрылып, тарих филология факультеті ашылған сәттен бастап, филология факультетінің деканы, филология ғылымдарының кандидаты, доцент Кока Александр Алексеевичтің жетекшілігімен алғашқы кафедра орыс тілі және әдебиеті кафедрасы құрылды. 1963 жылы Мәскеу университетінің аспирантура түлегі, филология ғылымдарының кандидаты Девицкий басқаратын орыс және шетел әдебиеті кафедрасы құрылды. Кейінірек 15 жыл бойы бұл кафедраны орыс фольклорының белгілі зерттеушісі профессор Виктор Антонович Василенко басқарды. 1965 жылы неміс және ағылшын тілдері кафедралары құрылды. Оларды Вальков сындағы оқытушы, неміс тілінің тіл білімі саласындағы маман және педагогика ғылымдарының жас кандидаты Георгий Исаевич Богин басқарды. 1966 жыл шет тілдер факультетінің құрылған жылы болды. Неміс филологиясы КСР-ның әртүрлі аймақтарынан келіп оқитын студенттердің Қазақстандағы жалғыз бөлімшесі болды. Бөлім жұмыс істеген уақыттан бері 3500-ден астам неміс тілінің мамандары, 1000-ға жуық неміс тілі мен әдебиетінің мамандары және 40-тан астам аудармашылар даярланды. Ағылшын тілі кафедрасы әрдайым бірінші дәрежелі мамандармен танымал болды. Ағылшын тілі кафедрасының филология ғылымдарының алғашқы кандидаты Наталья Леонидовна Еремея болды. Ол көптеген жас ғалымдарға ғылымға жол ашты. Кафедраның ғылыми әлеуетін дамытуға және аймақтағы ағылшын филологиясының одан әрі қалыптасуына филология ғылымдарының кандидаты Наталья Федоровна Немченко елеулі үлес қосты. Мен университетке 1968 жылы түстім. 1972 жылдан бастап кафедрада жұмыс істеймін, және оны Георгий Богин Исаевич, Ирина Никитична Цымык, Лилия Агзамовна Насрединова сияқты корифейлер құрды. Олар бізбен бірге болмаса да, біз оларды әрқашан естен шығармаймыз, және біз бәріміз осы адамдардың шәкірттеріміз. 1968 жылы филология факультетінің деканы болып, осы қызметте Сұлтанияев Оғас Арыстанғалиұлы 20 жылы жұмыс істеген талантты ғалым және педагог болды. 1982 жылы филология факультетінде қазақ тілі мен әдебиеті бөлімі құрылып, оның құрамында қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасы қызметін бастады. Кафедра меңгерушісі болып, филология ғылымының кандидаты, доцент Жағыпар Мұсаұлы Мусин тағайындалды. 1992 жылы кафедра қайта құрылып, оның негізінде 3 бөлімше құрылды. Қазақ тілі және оқыту әдістемесі кафедрасы, қазіргі қазақ тілі кафедрасы және қазақ әдебиеті кафедрасы. 1992 жылы қазақ филологиясы факультеті құрылып, оны 4 жыл бойы филология ғылымдарының кандидаты, доцент Нарбай Сафьянұлы Ыбыраев және педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент Бария Бадыр қызы Жахина басқарды. Бүгінде сендер сол мамандықты игеріп жатсыңдар. Оны дайындайтын қазақ филологиясы кафедрасы қазір кемел кафедра, кемеңгер кафедра болды. Факультеттің барлық мамандықтары мамандандырылған аккредитациядан өтті. Шет тілі мамандығы халықаралық аккредитациядан өтті, сертификат алды. Факультет құрамында 102 оқытушы бар. Оның 5-еуі ғылым докторы, 32 оқытушы ғылым кандидаты, 65 ғылым магистрі және 2 доктор PhD қызмет етеді. Факультет қазақстандық және алыс жақын шетелдік жоғары оқу орындарымен тығыз байланыста жұмыс істейді. Студенттер халықаралық DAAD, LOGO, IREX бағдарламаларына қатысып, осы бағдарламалардың стипендианты атанып, Германияның Мюнхен, Кассель, Франкфурт на Майне, Берлин, Регенсбург қалаларына жазғы семестрде оқуға баруға жолдама алады. Факультеттің гүлденуіне филология ғылымдарын ары қарай дамытуға, өз үлестерін қосуға және тәлімгерлерінің тәжірибесін сақтауға тырысатын оқытушылардың жаңа ұрпағы еңбек ардагерлерінің бастаған ісін ары қарай жалғастыруда. Бүгінгі таңда факультет шетелдік жоғары оқу орындарымен тығыз байланыста. Факультеттің оқытушылар құрамы жыл сайын шетелдік ғылыми тағылымдамалардан өтіп, мол тәжірибе жинауда. Факультет студенттері университетішілік, қалалық және республикалық пәндік олимпиадаларға, конкурстарға белсене қатысып, жыл сайын жүлделі орындарды иеленіп, жоғары көрсеткіштер көрсетіп келеді. Поэзия бұл сөз өнерінің ең құдіретті шыңы.
шығармашылық қуат пен шынайы таланттың жоғары өлшемі. 2019 жылдың қыркүйек айында университетте Еркеш Ибрахим атындағы ақындар клубы ашылды. Бүгінгі таңда біздің жерлесіміздің шығармашылығы, ақынның жүрекке жылы лирикалық өлеңдері барша қауымға танымал. Еркеш Ибрахим 1930 жылы Сандықтау ауданында дүниеге келген. Ақынның балалық шағы соғыс уақытында өтті. Бала кезінен шығармашылыққа, әдебиетке ұмтылып, сөз өнеріне жақын болды. Сыршыл ақын Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетін бітірген. Облыстық Көкшетау газетінің редакциясында әдеби қызметкер, кейін бөлім меңгерушісі болып, жемісті қызмет атқарды. Ақындар клубының басты мақсаты Еркеш Ибрахимнің әдеби мұрасын зерттеп, жастарға насихаттау болып табылады. Клуб қатысушылары ақындық конкурстарға, форумдарға белсенді қатысып, семинарлар ұйымдастырады. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күніне орай клуб қатысушылары арасында мүшәйра өткізілді. Құрметті жас буын, егер сіздің ақындық қабілетіңіз болса, поэзияны жаныңыз істесе, онда сізді Еркеш Ибрахим атындағы ақындар клубына шақырамыз. Байланыс номеріміз және Инстаграмдағы парақшамыз. Бұл бүгінгі күннің басты жаңалықтары болды. Сіздерді алда келе жатқан 16 желтоқсан Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күнімен құттықтаймыз. Қош сау болыңыздар.